Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін балаларым сұрауымен түскі асқа осындай тез дайындалатын, табада 5 минутта пісіп шыққан, ауызда былқып еритін пицца дайындайтын боламын. Бірге дайындау үшін видеоның соңына дейін көріп шығамыз. Ал кеттік. Енді бұған ең алдымен біздер начинкасын турап аламыз. Менде мында колбасаны ұзынша қылып тураймын. Достар, сіздерге осы жерде каналыма тіркеліп лайк басып қолдап отыруларыңызды сұраймын. Ол сіз үшін дым болмаса да, мен үшін келесі видеоны шығаруға деген шабыт береді. Одан кейін қызанағымызды тураймыз. Өте жіңішке қылып. Мен бүгін азық түлік аламын деп базарға барып келіп жүргенде, қалай әбет болып қалғанын білмей қалыппын. Балаларым әбетке сабаққа кету керек. Аяқ астынан тез дайындалатын осы пиццаны пісіруді жөн көрдім. Осы жерде енді мен бетіне сырын үкіштен өткізіп дайындап жатырмын. Достар, өзім жалпы сыр қосылған тамақты ерекше жақсы көремін. Кез келген тамақта сырды араластырғым келеді. Ал мінекей барлығын өткізіп болдық. Енді біз тестісін дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны шағып алдым. Оның үстіне 4 ас қасық қаймақ салып жатырмын. Кез келген қаймақ қоса берсеңіздер болады. Және де 4 ас қасық майонез. Тұз 50 грамм. Венчикпен барлығын дұрыстап тұрып араластырамыз. Ал енді бұған 150 грамм ұнды ситадан өткізіп қосамыз. Қыздар, ситадан өткізіңіздер, міндетті түрде түйіршіктер қалып қоюы мүмкін. Енді қайтадан біз оны араластырамыз. Неге видеода көріп тұрғаныңыздай, осындай қою да емес, сұйық та емес, бізде қамырымыз дайын болу керек. Алдымен қызып тұрған табаға майды жағып, жаңа қамырымызды барлығын бірдей қиямыз. Достар, осы жерде қамыр қиып болғаннан кейін бірден начинкілерін салып жібермейміз. Міне мұнда қамырды мен жайып жатырмын. Достар, бірден осы жерде начинкасын салып жібермейміз. Аз дегенде 1 минутқа қоя тұрамыз. 1 минут өткеннен кейін ғана кетчупыңызды немесе дайындаған соусыңызды жақсаңыз болады. Мінекей, бірден бетіне барлық заттарымызды қойып шықтық. Колбаса, помидор. Және де сырымызды қойып шықтық. Вау, сырды көп болған өзім қатты жақсы көремін. Және де бетін жауып, астын жай қойып 5 минутқа қойып аламыз. Ал міне, біздің пиццамыз дайын. Қыздар, осылай асыққан кезде дайындасаңыз болады. Өте керемет тамақ. Балалар да жақсы көреді, өзіміз де жақсы көреміз. Пицца десе ішкен асын жерге қояды ғой енді балдар. Ал достар, менімен бірге дайындағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Мені қолдап отырыңыздар. Қалай шыққан туралы комментарийға жазыңыздар. Каналыма әлі жазылмаған болсаңыз, жазылып қоңыраушаны басып қоюыңызды сұраймын. Өйткені мен аптасына 5-6 рет рецептілермен бөлісіп отырамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.